құрметті қонақтар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бірінші бастамас бұрын бір жақсы тілектермен бастайық. Тілек дегеніміз ол бір-бірімізге деген жақсы ниет. Сондықтан жақсы тілек айта отырайық бір-бірімізге. Алу айта ғой. Барлықтарға бүгінгі ашық сабақта сәттілік тілеймін. Бұл бала. Бүгінгі сабақта жақсы көңіл-күй тілейміз, енді білім бірлігіне. Рахмет үлкен, Әйгерім. Бүгінгі ашық сабақта жақсы көңіл-күймен өтуіне ниеттестім. Рахмет үлкен. Шынымен де бүгінгі күніміз сәтті өтсін, көңіл-күйіміз жақсы болсын деген ниетпен сабағымызды бастайық. Леникс аттың ссылка берілді. Соған кіріп, жауап беріп шығайық. Өткен сабақта өткеніміз балалар, әр түрлі ластану түрлері механикалық, химиялық, физикалық және бізде биологиялық ластану түрлері. Жауап беріп. Атап айтсашы, не болды ол? Қоқыс және? Қатты қалдықтар. Жақсы, рахмет. Түрлері қандай? Атап айта ғой, қандай? Биогендік. Жақсы, одан кейін келесі? Микробтық басам. Жақсы, рахмет. Франциялық жақсы. Шуыл. Радиоактивті. Жылулық. Электромагнитті. Тамаша, рахмет, жақсы. Радиацияға байланысты. Қазақстанға керемет жақсы. Яғни бүгінгі тақырыбымыз біздің Қазақстан өңірлерінің радиациялық ластануы. Енді тақырыпқа байланысты бүгін біз қандай нәтижеге жетеміз балалар? Бүгінгі сабақ барысында не істейміз? Қалай ойлайсыздар? Полигондар зерттейміз. Жақсы, керемет. Тағы да ластану түрлерін қарастырасыңдар, иә? Тамаша, жақсы, дұрыс балалар. Яғни бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы жаңа айтып өттім ғой. Енді біздің оқыту, біздің нәтижеміз Қазақстандағы радиохожаларды зерттейді, критериіміз Қазақстандағы радиохожаларды біледі. Рахмет сіздерге. Бәрін сіздер дұрыс тауып, дұрыс жауап беріп отырсыздар. Жақсы. Ей адамзат, ең алдымен досың доп. Досын жер, су, мөлдір ауа, өсімдік. Ала жүріп осылардың сыйлығын, осыларды қорғау деген не сұлық. Жер ешкімге жазбайды деп арызды, бәрін сатып ала беру парыз ба? Жоқ адамзат, әр ұрпаққа туған жер не берсе де беретіні қарызға. Келесі видеоға болғанына 30 жыл. Биылғы жылдың атаулы күні еліміздің тұңғыш президенті елбасының Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлығына қол қойғанына 30 жыл. Бұл күн біздің еліміздің ядросыз таңдауын алдын ала айқындай отырып, Қазақстан тарихындағы маңызды кезең болды. Ғылым мен техниканың жетістігі адамзаттың болашағын сақтауға емес, одан да ол жаңағы адамзатқа кері әсерін тигізді. Оны қару-жарақ ретінде пайдаланып отырды. Адамның іс-әрекеті нәтижесінде елімізде радиациялық ластану белең алып отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, біздің 1953 жылдан бастап сонау Семей өңірінде радиациялық ластану басталды. Яғни Семей өңірі ашық сынақ алаңына айналған болатын. 1953 жылдың 12 тамызында бұл жерде ең алғашқы рет термоядролық құрылғы және 1955 жылы 22 қарашада сутегі бомбасы жарылды. Сіздер тек қана жалған ақиқатты бере шығарсыздар болды. Кейін бағалау парағынан балалар тапсырмалардың жауаптарыңызды беріп отырыңыздар, иә? Бәрі де бердің ба бағалау парағын?
радиосын бөлшектер немесе гамма кванттар шығарылатын өзігінен түрлі құбылыстар. Екені бұл бәріміз. Тамаша. Үшінші сұрақтарымыз. Радиоактивті құбылысын H 1809 жылы Пьер Кюри, Мэри Кюри. Жалғыз қандай? Жақсы. Келесі. Радиация дегеніміз энергияны тоғыз және бөлшек түрде ауаға және неге таралуы деді. Бәріміз жазып ақиқат деп беріліп отырамыз жауаптарыңызды балалар, қарап отырамыз. Келесі 5-ші сұрақ. Кез келген атом ядросы протон және нейтроннан тұрады. Бұл бізде атомдар. Буындар дегеніміз барлық атом ядроларын құрайтын протондар мен нейтрондардың жалпы атом. Бұл да бізде ақиқат. Бәріміз дұрыс жауап бердік, иә? Алыңыз балалар. Бағалау парағының балаларын бере отырыңыздар. Бүгін қанша бұл балалар байқоңыр. Семей полигоны беремін. Әйгерім болуына азғы полигоны беремін. Яғни балалар, осы өңірлер бойынша радиациялық ахуалды зерттеп, және де проблемаларды қалай шешіп қолданып ұсынасыздар. Осы бойынша жұмыстарды бастап кетіңіздер. Бұл топтық жұмыс балалар. Геостационарлық орбита бойынша біраз уақыт тұрды да, одан кейін тоқтағаннан кейін әуеде жанып кетті. Ол 1 жылы 2 қазан айында қазақ халқының тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан болатын. Одан кейін Талғат Мұсабаев 1994-1998 жылы 2 рет ғарышқа ұшып келді. Шілдеде және қазан айларында ақаумен ұшырылған зымыран Қарағаш және Атасу кенттеріне құлаған. Байқоңыр пайдалануға берілгеннен бастап 1300-ге жуық зымыран кешендері ұшырылған. Ластануына байланысты. Ал осыған байланысты 1999 жылы 5 шілде мен 27 қазан аралығында 2 зымыран жіберілді, протон зымыраны жіберілді. Экологиялық апаттардың алдын алу үшін қуатты зымырандардың ұшырылуын селету және де зымыран бөлшектер түсетін аймақтағы халықтың денсаулығын медициналық тексеруден өткізу және де бау-бақша жинау, олардың гүлденуі кезінде токсинді химиялық қосылыстар бөлетін зымырандарды ұшырмау және де аймақ медициналық тексеруден өткізу үшін арнайы бюджет бөлініп, арнайы көмек көрсетілсе, Азғыр ауылының болашағы жарқын болады және де жастарды Азғыр ауылына жұмысқа рахмет үлкен, отырғаныңызда жақсы. Ядролардың бірі болып табылады. Ол аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО кезінде Қазақстанның аумағына ол атомдық бомбалармен бірге сынақ жасай бастады. Алғашқыда адамдарға, жануарларға және өсімдіктер қоршаған ортаға
әсерін тигізді және сол Семей полигонының қасында орналасқан халықтарға яғни 500 мыңдай адам зардап шекті. Ядролық жарылыс туралы ешкім негізі білмеген. 1953 жылдан бастап ескертіле бастады. Адам мен малдың радиациялық жұғуымен оларды көшіре бастады. Невада Семей қозғалысы 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын табу үшін күресті бастаған Невада Семей қозғалысының алғашқы митингісі өткізілді. Оны бастаған белгілі қоғам қайраткер Олжас Сүлейменов болатын. Сол жылдың 6 тамызында Семей облысындағы Қарауыл ауылындағы ядролық қаруды сынауға мораторий жүргізілу туралы КСРО мен АКШ президенттеріне үндеу қабылданған. Онда былай делінген болатын: сайын даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап бітті. Сондықтан да ары қарай үндеу мүмкін емес. Қорытынды қазіргі басты проблема болып келатқаны Шаған көлі. Шаған көлі 1965 жылы Семей ядролық полигондарының бірі Шаған өзенінің арнасында жараласқан кеңестік термоядролық жарылыстан пайда болған жасанды көл қалпына келуі өте ұзақ уақытты талап етеді. Сонда да енді біз болашақ эколог ретінде осындай жаңа сіз айтып мониторинг жүргізу дейді. Сіздер ана полигонның шекарасына қандай да бір белгілер белгілеу, қоршау дейді, бұның бар енді бар шығар. Ол жерде полигонда белгіде бар, қоршауда бар. Жергілікті тұрғындар оны соншалықты қауіпті екенін ет үйреніп кеткен ба, түсінулері қиын болып жатыр да. Сондықтан тағы да әртүрлі жарнамалау ретінде, телевидение, хабардар етіп, өн бойы жаңағыдай адамдарға осы туралы айтып жүргізіп отыру керек деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, өте жақсы балалар. Енді балалар келесі тапсырмамыз және 3-ші келесі сабақта олардың жұмысын жақсартатын іс-әрекеттеріңізді жазып беріңіздер балалар. Зейнап Иман 5, Көпжасар Дәмет 4, Мендесбай Байгерім 5, Маратова Асемай жақсы буын дайындалған 4, Масалин Бекзат жақсы буын тырысты 4, Аяжан 5, Ерғанат 5, Сайора 5, Дәрменбай 5, Ұлбала 5. Және келесі сабақта балға үй тапсырмасы сіздер QR-код арқылы кіріп, соның ішіндегі тапсырма ол үйге үй тапсырмасы болады. Үйден орындап келеміз келесі сабақта. Жер ғаламшары ол кеме, ал адамзат оның бақылаушысы. Егер де кеме апатқа ұшыраса, адамзат та апатқа ұшырайды. Сондықтан біз жер ғаламшары сақтап қалу үшін табиғатты қорғауға міндеттіміз. Табиғат адамсыз өмір сүре алады, ал адамзаттың табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Енді сабағымды қорытындылай келе, мен сабағымды Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр. Ей табиғат, шеберсің-ау шеберсің, көрмегенді көрсетерсің, берерсің. Ұлан ғайыр байлығыңды міселтпей, аш көзденген адамдарға не дерсің? Айын анау, күнін мынау жер міне, ау адамдар, жетпей жатыр енді не? Табиғатқа таласпаңдар ағайын, асырайды ол сені мені енді де. Назар болып тыңдағандарыңызға рахмет, сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.